1941-1945 жылдары Кеңес одағының ұлы отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихқа мәңгі енді. Соғыста Қазақстандағы әр отбасыдан жүздеген мың адам қолына қару алып ұрыстарға қатысты. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры және екінші дүниежүзілік соғыстың даңқы жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик, батыс майданындағы 16 армияның 316 атқыш полкының және батальон командирі ретінде аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Москва үшін шайқаста 206 рет ұрысқа қатысты. 1941 жылдың 16-18 қараша күндері Вермахты Мәскеу бағытында екінші мәрте жасалған жорығы кезінде аға лейтенант Момышұлы басқарған батальон дивизиядан Мантранино деревнясының жанында Волкоманск тасжолында асқан ерлікпен ұрыс жүргізді. Қасым Қасенов, Қазақстанның халық қаһарманы, халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты. Жалғыз Фадеев атындағы сыйлықтың емес, бірнеше сыйлықтардың иесі. Көрнекті жазушы ақын. Ұлы отан соғысының ер жүрек батыры, ер жүрек қаһарманы, ер жүрек жауынгері. Әйгілі партизан, көзі тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас бір туар даңқты перзенті. Мәлік Ғабдуллин кескіленген ұрысы нәтижесінде жаудың 2 танкісін гранатпен жарып 12 солдатын тұтқынға алады. Ұрыс кезінде Мәлік Ғабдуллин жарақат алады. Соған қарамастан ол шабуылды тоқтатпай, осы ерлігі үшін жоғарғы кеңес президиумымен атанады. Батырлығы ерлігін айта кетсек, майданға Иван Панфилов атындағы 8 гвардиялық дивизияда жайғасады. 1942 жылы Новгород облысында қарасты Холм қаласында маңында болған ұрыста Мәлік әскерлерін біразына басшылық етеді. Ол басқарған сарбаздар фашистерге жойқын соққы береді. Сонымен қатар Мәлік Ғабдуллинге 1943 жылы 30 қаңтарда Мәлік Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Оған қоса Ленин ордені мен алтын жұлдыз медалімен марапатталады. Қайырғали Смағұлов 1919 жылы 5 қыркүйекте Атырау қаласында дүниеге келген. Ол кеңес әскері қатарына 1939 жылы шақырылған. Десантшы жауынгерлерден құрылған 20 сарбаз 44 күн бойы жау қыспағына төтеп берген. Смағұловқа батылдығы үшін КСР жоғары кеңесі төралқасының жарлығымен Кеңес одағының батыры атағы берілді. 1946 жылы запасқа шықты. Қайырғали Смағұловтың ротасы Азов теңізі жағалауындағы күншығысты жағалай қоныстанған елді мекендерді жаудан азат етуге тырысты. Осы ұлы жеңіске қол жеткізген отан үшін, біздің болашағымыз үшін құрбан болған жауынгерлер рухына тағзым етеміз. Ұмыт болған, ұмыт қалған жоқ ешкім. Айтады оны арманы да арыстың. Ұрпақ үшін тозбай тұғын бітпейтін, ардагерлер естелігі соғыстың. Аман бол қажырлы еңбек қайраткері, аман бол ақыл ойдың кемеңгері. Аман бол біздер үшін қанын төккен, ұлы отан соғысының ардагері.